Кеш жарық достар, санаулы сағаттардан кейін әлем чемпионатының ашылу салтанаты болады. Біздің уақыт бойынша 22:40 Қазақстан және Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Ал ашылу ойынын ең бірінші Мексика мен Оңтүстік Африка Республикасы ойнайды. Ол трансляция 23:40-та басталады, ал ойын түнгі 12-де басталады. Жалпы осы екі құрама бір-бірімен өз тарихында 3 рет кездескен. 2000 жылы Мексика Оңтүстік Африка Республикасын 4-2 есебімен ұтты. Жолдастық кездесуде 2005 жылы Оңтүстік Африка 2-1 есебімен ұтты. Және ең бір қызығы 2010 жылы әлем чемпионаты осы Оңтүстік Африкада өтті ғой. Сол кезде де ашылу салтанатында осы екі құрама ойнаған. Және есеп 1-1 есебімен аяқталған нәтиже. Ал енді бүгін Мексика жеңетін сияқты, өйткені Мексика өз елінде ойнайды. Бұл ойын Мексиканың астанасы Мехиконың Ацтека стадионында болады. Өз елінде, өз жерінде болғаннан кейін, ең бірінші ойын болғаннан кейін ұтуға тырысады Мексика. Сол үшін менің ойымша бүгін Мексика Оңтүстік Африка Республикасын 1-2 доп айырмасымен ұтады.